Қадірлі комиссия мүшелері, сорымызға қарай бүгінгі таңда Қазақстан Республикасындағы бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы 114 мемлекетке қарсы екен. 2015 жылдың 30 желтоқсанына дейінгі мәлімет бойынша Қазақстанның сыртқы қарызы 153,5 миллиард доллар болыпты. Мәселен, Өзбекстан Республикасы бірде-бір мемлекетке қарыз емес. Бірнеше мемлекетті асырауға жететін осыншама қыруар қарыз қандай игіліктерге жұмсалды? Тек Қытайдан алған қарызымыз 18 миллиард доллар екен. Елімізде әрбір жаңа туған нәресте 10 мың доллар мемлекетке қарыз. Масқара емес пе? Осыншама көп қарыз ел мүддесіне жұмсалды ма, әлде жеке қалталарға құйылып кетті ме? Мұны қазіргі билік салтанат құрып тұрған кезде зерттеу, жарыққа шығару мүмкін емес екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Өткен сенбіде, яғни 21 мамыр күні тек Алматы қаласында Қазақстан жерін шетелдіктерге сатуға, жалға беруге қарсы көшеге шамамен 15 мыңнан астам адам шықса, соның 2 мыңнан астамы қолы арқасына қайырылып ұсталды, қамалды. Солардың ішінде 43 журналист бар екен. Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайдан бастап, кейбіреулері 42 мың теңге көлемінде айыппұл төлеген. Билікті күшпен басып алуды насихаттады деген сылтаумен белгілі әнші, сазгер Жанат Есентаевтан бастап, Талғат Аян, Ерлан Башанов, Макс Боқаев, Сағынғалы Қапизов, Қабидолла Шолақ секілді адамдар 1,5 жылдық немесе одан да жоғарғы көлемдегі қылмыстық жауапкершілікке тартылғалы жатыр. Ал енді осындай мәселелерге бей-жай қарап отыра береміз бе? Бұрында айттық, тағы да қайталаймыз, елімізде жасыратыны жоқ. Демократия жемократияға айналып кетті, экономика жекономикаға айналып кетті, депутаттардың көпшілігі депутатқа айналып кетті. Сондықтан бұл мәселеге біз бей-жай қарай алмауымыз керек. Ең алғашқы жиында жер туралы құрылған комиссияның 11 мүшесі ғана жер шетелге сатылмасын және жалға берілмесін дегенді қолдады. Ал бізге қарсы дауыс көтергендердің саны 59 адамға жетті. Бірақ біз алған бағытымыздан қайтпаймыз. Егер шындық ашық түрде мойындалмаса, жер мүддесі туралы көтерілісте тоқтамайды. Мұны биліктің сойылын соғушы кейбір комиссия мүшелері білу керек. Комиссияның екінші жиынында 59 адамның кейбіреулері шындыққа қарай бет бұрғанында назарда ұстағанымыз жөн. Жер Қазақстан азаматтарына да сатылмауы тиіс. Бірақ жалға беруге болады деп жатырмыз. Тек бір мәселені қатаң түрде ескеруіміз керек. Бүгінгі таңда 24 мың қазақ қызы Қытай жігіттеріне тұрмысқа шығыпты. Қыздарымыздың бұл үрдісі үлкен деңгейде жалғасып жатыр. Болашақта Қазақстан азаматшасына үйленген Қытай күйеу балалар сан мың миллиондаған гектар жерді жалға алып, Қытай құдаларды қаптатса қайтеміз. Сондықтан аралас некелі адамдардан келетін қауіпті жер туралы заңға ендіруіміз керек. Үшті құрлы тілде мемлекеттік тілді жоюдың және қазақ ұлтын жоюдың төте жолы. Жаңа Оразалы Сәбден өте жақсы айтты. Жалпы бізде экономистер аз емес, бірақ солардың ішіндегі Оразалы Сәбден ерекшесі бұл бүкіл жаңағы біздің экономикамыздың қиыр-шиырын
және оның проблемаларын өз жүрегінің елегінен өткізген азамат. Сондықтан оның ұсынысын басты назарға алуымыз керек, және осы ұсыныстың негізінде жұмыс жасауымыз керек деп есептеймін. Мен жер мүддесімен шұғылданатын комиссия мүшелеріне мынадай бір шумақ өлең арнадым. Шындық шыңына бет бұрдыңыздар ма? Сау болыңыздар. Есектер шыға алмайтын тау болыңыздар. Жерді шетелге сатуға, жалға беруге және өз адамдарымызға сатуға да біз жау болыңыздар. Әумин.